Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай картошкадан ерекше тамақ жасайтын боламын. Дәмі өте дәмді және де жасалу жолы өте оңай. Сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, жаңадан көріп отырған көрермен болсаңыздар, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Осындай қазақша каналдардың дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Ең алдымен 4 картошка қажет болады. Оларды сыртын ашып, осылай жуып тазалап алып, жіңішке қылып осылай турайтын боламыз. Дәл видеодағыдай. Ет қоспасақ та өте дәмді болып шығады екен бұл тамақ. Және де кешкі асқа, асқазанға жеңіл, өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Ең алдымен өздеріңіз көріп тұрғандай қызып тұрған тапаға осылай картошкамызды салып, жақсылап қызарғанша қуыратын боламыз. Осылай картошкамызды қызардау дегенде өздеріңіз көріп тұрғандай паприкадан 1 қасықтай салып картошкамызды қуыратын боламыз. Паприка ешқандай зияны жоқ. Осылай картошкамызды қызару мақсатында осылай қосып жіберетін боламын. Бізге осы аралықта 2 помидор қажет болады. Осындай 2 помидорды ұсақтап майдалап турайтын боламыз. Енді помидорымызды турап болған екен, бізге осындай 4 жұмыртқа қажет болады. 4 жұмыртқамызды жарып алып, оның үстіне ұсақтап туралған қызанағымызды саламыз. Оның үстіне осылай укропымызды ұсақтап майдалап турап, оны да салып жібереміз. Укроптың орнына пиязбен алмастырсаңыздар болады. Укроп ұнамаса, пияз қоссаңыздар болады. Осылай майдалап ұсақтап турап, оны да соның үстіне салып жібереміз. Осылай бізге қаймақ қажет болады. Қаймақтан 4 қасықтай қостым. Енді оны да жақсылап араластырамыз. Бір қасықтай қара бұрыш, кішкене қасықпенен және де 1 шымшымдай тұз салдым. Енді осыны жақсылап араластырамыз. Енді өздеріңіз көріп тұрғандай қызарып, пісіп тұрған картошкамыздың үстіне осы дайындаған салмамызды құямыз. Жақсылап барлығын құйып аламыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай өстіп салмамыздың бетін осылай бір тегістеп, енді газге қойып, оның астын жай отта 5 минутқа қоятын боламыз. 5 минут жеткілікті, баяу отта бетін жауып қоямыз. Бес минут уақытымыз өтті. Өздеріңіз көріп тұрғандай енді тәрелкемен аударатын боламыз. Шетін осылай жаймен осылай көріңіздер. Алынады деген кезде осылай аударсаңыздар болады. Осылай картошкамызды тәрелкеге аударып алып, осылай баяу отта тағы да 5 минутқа қалдырамыз. Бетін жауып, осылай бетін тегістеп. Бетін жауып 5 минутқа қалдырамыз. Осы аралықта менде осындай азырақ сыр бар еді үйде. Осыны түркіден өткізетін боламын. Сыр үйлеріңізде болмаса қоспай қойсаңыздар болады. Сыр қосу міндетті емес. Енді менде өте дәмді болып шығу үшін осылай азырақ сырымды қосып жібердім. Түркіден өткізіп. Өздеріңіз көріп тұрғандай, біздің 5 минутымыз өтті. Енді осы өткізген сырымызды осылай бетіне өстіп қойып шығатын боламыз. Бұның сырымыз ерігенше 5 минутқа қалдырамыз. Астын өшіріп.
Сырымыз ерігенше осылай 5 минутқа бетін жауып қоямыз. Біздің тамағымыз толықтай дайын болды. Өздеріңіз көріп тұрғандай, енді осыны тарелкамызге осылай аударатын боламыз. Асты күймей өте дәмді болып пісті. Енді осыны жайменен тарелкамызге саламыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай, бетіне өздеріңіздің қалауларыңызша пиязбен болмаса укроппенен сәндесеңіздер болады. Менің видеом ұнаса, лайк басып, комментария жазып, тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыздар, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Және де менің каналымда видео бөліміне өтсеңіздер, өте пайдалы видеолар бар, соларды ашып көрсеңіздер болады. Және де алдағы уақытта осындай пайдалы видеоларды түсіретін боламын. Соны жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, қазақша каналдардың дамуына аз да болса үлес қосып, назарларыңызға көп рахмет. Қош сау болыңыздар. Сіздер де жасап көріңіздер, ас болсын.